Саламатсыздар ма балалар? 258 есебімізде жұлдызшаның орнына теңдік тура болатындай етіп қойыңдар дейді. Бірінші есебімізде минус таңба және де жұлдызшаның орнында белгісіз 5 тең болады минус 5 дейді. Қандай сан мен қандай санды көбейткенде минус шығады, плюспен көбейткен кезде минус шығады. Егер мынаның орнына минус қоятын болсақ, минус пен минус көбейтіліп плюс таңба болушы еді, яғни оң таңба шығушы еді. Екіншіде белгісіз 3,9 минус тең 3,9. Демек, минус пен минус көбейтілген кезде 3,9 болады. Үшінші есебімізде минус таңба және де мына жерде де минус болады. Өйткені 8,5-іміз оның саны 8,5. Келесі төртінші есебімізде мына жерде минус таңба болады. Плюс таңбамен көбейтілген кезде минус таңба шығады. 0,2 тең болады. Минус 0,2. Бесінші есебімізде минус таңба. Мына жерде минус таңба болады. Плюс таңба шығу үшін 0,3 тең болады. 0,3. Алтыншы есебімізде плюс таңба болады. Плюс таңбаны қоймай қойсаңыздар да қойып қояйын. Плюс таңба минус 0,5 тең болады. Минус 0,5.